Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы логарифмдік теңдеулер. Жалпы логарифмдік теңдеулердің түрі туралы қысқаша ғана кішкене айтып кетейік. Яғни логарифмдік теңдеулердің түрі логарифм а негізді x тең b түрінде болады. Яғни x бар мөлшер көбінесе логарифмнің астында немесе негізінде болуы мүмкін. Осы екі маңайда тұратын болса, оны логарифмдік теңдеу деп айтамыз. Енді осы жерде x логарифм астында тұрса қандай болады, негізінде тұрса не болады, сол туралы кішкене шарттар бар, соны айтып кетейік. Егер логарифм x-ін логарифмнің астында тұратын болса, x-ін нөлден үлкен болу керек. Мына жерде тұратын сан әр уақытта нөлден үлкен болу керек. Егер мына жерде теріс сан тұратын болса, онда ол логарифм дұрыс емес жазылған. Рас па? Мына жерде тұратын сан әр уақытта нөлден үлкен болу керек. Яғни теріс емес сан болу керек. Теріс емес сан болу керек деген ол. Ал егер мына жерге байланысты шарт, яғни логарифмнің негізіне қойылатын шарт, яғни а деп айтайын, а-мыз ол да нөлден үлкен болу керек. Мына жерде тағы да солай. Постоянно әр уақытта оң сандар тұру керек. Яғни нөлден үлкен сандар болу керек қой. Және тағы да екі шарт бар а-ға байланысты. Тағы екінші шартымыз ол бірге тең болмау керек. Міне осы общий логарифм байланысында осындай үш шартымыз бар. А-ға екі шарт, және x-ің орнына тағы бір шарт бар. Екеуі де нөлден үлкен болу және а-мыз бірге тең болмау керек. Міне осындай теңдеу шығару барысында осы шарттарды ескеруіміз керек. Бұл шарттарды қалай ескереміз? Мына теңдеулерді шығарып көрейік. Бірінші теңдеуіміз логарифм 2 негізді x плюс 2 тең 3. Мына 3 деген жақты, мына оң жағын. Жалпы теңдеу шығарған кезде теңдіктің екі жағында логарифм қылып жазуымыз керек қой. Теңдік не тұр, сол жағы логарифм арқылы жазылып тұр. Енді оң жағында дәл сондай болсын, негізі 2 болатындай логарифм жазуым керек. Логарифм 2 болатындай. Енді мына жерге бір өзіміз ойланамыз. Мына жерге қандай сан қойған кезде мына 3 шығады. Мына жалпы есептеген кезде мына жерде 3 шығу керек қой. Ол үшін мына жерге бір сан жазуым керек. Егер оны өздеріңіз ойлап жаза алатын болсаңыздар, әрине жақсы. Ал егер ол қиындық тудыратын болса, былай жасауға болады. Неғып логарифм 2 негізге ұсатып жазып тұрмын, мына 2-ні қайықталған түсіп тұрсыздар ғой. Егер мына жерде 5 болса, мен мына жерде 5 деп жазар едім. Екі жағын бірдей болу керек менің мақсатым. 2 деп жаздым енді. Дәл осыны 2-ні тағы негізіне де жазамыз. Логарифм астына да жазамыз 2 деп. Мына екеуі бірдей болу керек қой міне. Енді әрі қарай проблема жоқ. Кез келген санға айналдыра беруге болады. Өйткені осы тұрған жағдайда ол бірге тең. Егер логарифмнің қасиеттерін жақсы білетін болсақ, негізімен логарифм астында екеуі бірдей болатын болса, ол бірге тең деген керек. Осыны оны кез келген санға айналдыра аламын мен. Маған 3 керек па? Мына жерге 3 деп жаза саламын. Егер мына жерде 7 деп тұрса, мен мына жерге 7 дей саламын бәрібір. Мен олардың мына екеуін ұқсатып қойдым болды. Түсінікті ғой? Егер мына жерде 4 деп тұрса, мен мына жерге логарифм 4 негізі 4 деймін да, мына жерге бәрібір 3 деп жазар едім. Өйткені ол да 3-ке тең. Осы жерден тағы да сұрақ болатын болса, комментарий қалдырыңыздар. Түсінікті деп ойлаймын. Енді міне екі жағында логарифмнің бір негіздерін бірдей қылдырып қойдым. Енді олар қысқарады деп айтуға болмайды енді. Түсіп қалады дейікші, екі логарифм екі жақта бірдей түсіп қалады. Екі жағында теңдей жазуларды алып тастаймыз ғой, бірдей жазып тұрған. Мына логарифм 2 негізі мен логарифм 2 негізіне алып тастаймын. Бірақ ертең бағалау бірдеңелерде мынандай қылып сызып тастап жүрмеңіздер. Негізі бұл үлкен қате болып кетеді. Мына екі жақта бірдей өрнектер түсіп қалады. Сонда x плюс 2 тең 2-ның 3 дәрежесі алып мына жақта. Ол 8-ге тең қояды. Жай ғана қарапайым теңдеу болады міне. Сонда әрі қарай қандай санға 2 қосқанда 8 болады? Яғни 6-ға немесе 8-ден 2-ні азайтамыз 6. Бірақ жауабы 6 деп айтуға әлі асықпау керек. Жаңа мен айттым ғой, теңдеуде есепті берген кезде мына x тұрған жерге қараймыз, x логарифм астында тұр. Ал логарифм астында тұрған өрнекке бізде шартымыз бар. Ол қандай болу керек? 0-ден үлкен болу керек. Мына x қосу 2 жазып қоямын. Анықталу облысы деп қояйын. Анықталу облысы x қосу 2 0-ден үлкен болу керек деймін. 0-ден үлкен болу керек. Сосын мына теңсіздікті шығарамын. x плюс 2 мына жаққа шығарғанда ол минус 2 болады. Сонда менде былай анықталу облысы айтады. Егер сенде теңдеуді шығарған кезде минус 2-ден үлкен сан болса, оны жауапқа ала бер дейді. Минус 2-ден үлкен ғой бізде міне жауап 6 шығып тұр. Егер деймін да мысалға, мына теңдеуімізде бізде минус 6 шықса дейік мысалға деймін да. Минус 6 шықса, бірақ анықталу облысы айтады. Минус 2-ден үлкен болса ғана жауап қал дейді. Онда мен жауапты ала алмаймын.
өйткені минус 6 дегенде жауап кіші болады, кіші болып тұр. Түсінікті ғой, осы жерім. Анықталу облысын тыңдауымыз керек қой. Бізге анықталу облысы айтады, минус 2-ден үлкен сан шықса теңдеуінде, пожалуйста, жауапқа ала бер деп тұр. Мен тыңдап тұрмын, міне, x минус 2 үлкен дейді жауап ал дейді. Менде x тең 6 шықты. Яғни мынаны мен жауап ретінде ала алады екенмін, жауабы x тең 6 болады. Бірінші теңдеуіміздің шешуі осындай болмақ. Олай болса екіншісіне көшейік. Екінші теңдеуімізде мысалға мына түріне қарап тұрсақ, түрі бізге айқайлап айтып тұр. Мені квадрат теңдеу қылып шығар деп тұр. Дискриминантпен шығаршы деп тұр. Олай болса сөйтейік, міне. Логарифм 2 негізді x деген жер бар ма, міне? Мынада тұр, мынада тұр, міне. Логарифм 2 негізді x деген жазуды бір т деген әріппен ауыстыра салайын. Яғни логарифм 2 негізді x деген жазуды көрдім бе, оны т-ға ауыстырамын. Мына жерде қарайсыңдар, міне, логарифм 2 негізді x деген жазуы не тұр, міне. Осының бәрі т болады, мына жерде дәрежесіндегі квадрат тұр. Сонда ол т квадратқа қосып кетеді. Мынау т квадрат. Одан кейін минус 2-ні жазамын. И мынаның бәрін т дедік қой жаңа. Т, осының минус 3 тең 0. Міне, сегізінші жасқа кәдімгі квадрат теңдеу қарап қоямын. Жаңа дискриментпен шығару болады, ветпен де шығару болады. Кімге қалай ыңғайлы? Ветпен шығарып көрейік. Мысалы, вет есімізге түсірейік. Қандай да бір екі санның көбейтіндісі неге тең болу керек? Мына санға тең болу керек қой, минус 3-ке. Дәл сол екі санның қосындысы мына минус 2 деп тұр, яғни плюс 2 болу керек. Бұл қандай сандар сонда? Т1 Т2 емес. Минус 1-де 3 ау деймін. Тексеріп көрейік. Минус 1 мен 3-ті көбейтсек, минус 3 шығып тұр. Минус 1-ге 3-ті қоссақ, плюс 2 шығып тұр. Орын алып тұр яғни. Мен 2 жауабын тауып 3 және минус 1. Бірақ мен теңдеу шартын тын тауып атқан жоқпын, мен x тауым керек. Мына жаңа белгілеп алған жерім бар, жаңа айнымалы енгізген жерім. Сол т деген жерге мына 3-ті апарып қоямын и минус 1-ді апарып қоямын. 3-ті апарып теңдеуді 1 шығарып аламын, минус 1-ді апарып қойып, тағы 1 рет шығарып аламын. 2 рет шығарып сонда. Логарифм 2 негізді x тең т дегеннің орнына міне бірінші 3-ті қояйын деп жатырмын. Так, бұны жаңа айттым ғой, бірінші теңдеуіміз есімізде болса, логарифм 2 негізді x тең дейміз, мына 3 деген жақты тағы да логарифм арқылы жазуымыз керек. Яқтан логарифм негізді 2 болғасын, яққа тағы да 2 деп жазамын. Мына жерге тағы да 2 деп жазамын. Мына екеуін бірдей қылып өртедім ғой, мына айттым ғой. Бізге 3 деген сан керек па, мен 3 деп жаза қоямын. Бітті, там ойланбаймын даже. Екі жақта логарифмдер түсіп қалады. Мына жақта x қалады. Яқта 2-дің 3 дәрежесі 8. О, бір жауап шықты. Енді қайттан логарифм 2 негізді т-ның орнына енді минус 1-ді қоямын. Минус 1-ді қоямын. Тағы да сөйтіп жазамын. Логарифм 2 негізді x тең. Яғни тағы да логарифм 2 негізді 2 деймін да. Енді маған минус 1 деген сан керек па? Дәрежеге минус 1 дей саламын. Екі жақта логарифмдер түсіп қалады. X тең, яқта 2-дің минус 1 дәрежесі алады. Ал 2-ден 1 дегенді білдіреді ғой. Менде 2 жауап шықты, 8 және 2-ден 1. Бірақ мен мана айттым. Жауабын жазуы асықпаймыз, анықталу болсын қарап көрдік. Міне, логарифм x-тер қай жерде тұр? Есептің берілгенде x-тер екеуінде де логарифмнің астында тұр. Ал логарифм астында тұрған өрнек ол 0-ден үлкен болу керек. 0-ден үлкен болу керек деді. 8 деген сан 0-ден үлкен ба? Үлкен. Оны жауапқа ала аламын. 2-ден 1 деген сан 0-ден үлкен ба? 0 үлкен емес қой. Оны да жауапқа ала аламын. Содан 2 жауап бар. 2-ден 1 және 8 деген 2 жауап бар. Екінші деп осымен түсінікті болса, үшіншісіне көше берейік. Үшіншісінде мына жерде теңдеу шығарған кезде логарифм 4 негізінің астында мына логарифм 3 негізі тағы логарифм тұр ғой. Логарифм астында логарифм тұр. Олай болатын болса, мына сыртынан бастап шешеміз. Бәрінде орындалып тұрған бір ереже ғой сондай. Логарифм 4 негізі, логарифм 3 негізі x тең. Мына 1 деген жақты мына сыртындағы логарифмге ұқсатып жазамын. Логарифм негізі 4 қой мен. Логарифм негізі 4 негізі деймін да 4 деп қоямын. Маған 1-ге тең болу керек қой, мен жерге 1 дәреже жазамын ғой. 1 дәреже көбесі жазылмайды ғой. Жазбау болады ғой. Жазбай қой. Егер 2 болса, мысалы жазып қоюға болады. 1-де жазбау болады.
түсінікті ғой логарифм 4 негізгі 4 қалай шығып тұрғанын. Мына сыртындағы логарифмге ұқсатып тұрмын. Логарифм 4 негізі жазып қойдым. Бағана айттым, оны екеуі бірдей болуымыз керек деп кез келген санға ұқсату үшін. Егер мына жерде жете тұрған кезде, дәрежеге жетті. Төртінші есебіміз x. Мына төртінші есеп шығарған кезде былай. Мына жерде дәрежедегі минусты ескеруіміз керек. Мысалы, 7-ші жаста естеріңізде болса, мысалы a-ның 5 минус 3 дәрежесі мысалға. Қалай жазуға болады? A-ның 5 дәрежесі бөлінген A-ның 3 дәрежесі жазуға болады ғой. Осы ереже естеріңізде болса, сол ережені мынаған қолданғым келіп тұр. Яғни x-тің логарифм 3 негізді x минус деген жерден бастап, астыға түсіріп жіберемін. X-тің квадраты деп. Болады ғой? Тең, яғни 27. 3-тің кубы деп жазылуы болады. Так. Енді ары қарай пропорцияның қасиеті бойынша мына не жаққа көйтіп жібергім келіп тұр. Онда x логарифм 3 негізді x тең 3-тің кубы x квадрат. Так. Енді логарифм теңдеу шығарған кезде жалпы екі жағында логарифмдегі болады. Бір тең негізгі логарифмдегі болады. Бағанадан бері жасап отырмыз сол сияқты. Екі жағында логарифм, анда 3 негізгі логарифмге алып жүрейін. Мынаны өз ойымнан қосып жатырмын. И астынан жазып жүремін. Мынаны өз ойымнан қостым. Теңдіктің сол жағына қоссам, оны оң жағына да сондай қосуым керек. Амал жоқ. Екі жағы бірдей болу үшін. Жақшалып қойын. Логарифм 3 негізі дегенде өзім ойдан қосып отырмын. Енді ол маған не береді? Бізде логарифм қасиетін жақсы білетін болсақ, логарифм астындағы өрнектің дәрежесі болса, ол алдына түсіруге болады ғой бүйтіп. Мынау жазуда міне, логарифмді алдына түсіруге болады. Бұнда логарифм 3 негізді x, и мына логарифм 3 негізді x деген екі жазу шығады міне. Ол екі жазу нені білдіреді? Бір-біріне көбейткенде квадратын береді ғой. Түсінікті ғой? Бұнда логарифм 3 негізді x-тің квадраты міне. Так, тең. Мына жағы нені береді? Логарифм астында екі өрнек көбейтіп тұрса, жеке-жеке жазу болады ғой. Қосылғыш ретінде ше. Логарифм 3 негізді 3-тің кубы плюс логарифм 3 негізді x-тің квадраты ретінде жазу болады ғой. Олай болса, мына жазу маған 3-ті береді. Оны не қашқара минус 3 болады. Мынаны осылай қалдыра беріп, мына квадратты алдына түсіріп болады коэффициент ретінде бүйтіп. И ол мына минуспен шығады. Сонда логарифм 3 негізді x-тің квадраты минус мынаны әкелейін. Мына жерде логарифм астында x-тің логарифм астында тұрған x бұл жерде 0-ден үлкен болу керек. Бізде 3-тен 1 деген жауапта, 27 деген жауапта 0-ден үлкен, яғни екеуінде жауап ретінде қабылдауға болады екен. Жалпы осы 4 логарифм теңдеу шығардық. Егер басқа да логарифм теңдеулеріңіз болса, комментарий жазып, сұрақ ретінде қоюларыңызға болады. Рахмет.